Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода қойды үйту жайлы көрсететін боламын. Каналға тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, басқаларының да көруіне себепкер болыңыздар. Қазақша контенттерді дамытайық. Міне өте пайдалы видео. Қарап отырсаңыздар, қойды бірінші қырқамыз. Сосын барып оны бауыздап, бисмилля деп шек қарын алу үшін бір қарыстай ғана тілемізді. Сол жерден шек қарындың бүкілін шығарып алып, қайтадан орнын тігіп тастаймыз. Сосын барып паяльникпен осылайынан үйтіп отырып, пышақпен тазалап отырасыздар. Бір жерін қатты ұстап күйдіріп жүріп, терісін жыртып жесеңіздер, ол жерден майы шығып, тағы да басқа әдем болмай қалады. Міне осылайынан жайлап әрбір жерден өтіп отырып үйтсеңіздер, бір қалыпты пышақпен қырып отырып жүнін өте тез және де ыңғайлы үйтуге. Міне қарап отырсаңыздар. Міне енді мүшелеп оны тұздайтын боламыз. Алдыңғы видеоларда қойды толық мүшелеуді көрсеткен болатынмын. Каналдан көрсеңіздер болады. Мына жерде безін аламыз да алдың қолдың арасын еттерін тіліп тұз сіңетіндей қыла саламыз, бірақ теріні кеспейміз. Видеоны бөлісіңіздер, өздеріңізде осылай жасап көріңіздер. Көп уақыт алмайды. Мен жалғыз өзім 3 сағатта толық үйтіп біттім. Қырықтым, бауыздадым, шек қарын алып шықтым, үйттім, жудым, мүшеледім, тұздадым. Соның барлығына 3 сағат уақыт кетті. Міне екінші алдың қолды алып отырмын. Міне шабынан бастап кесемізді төс етекті алып аламыз. Сүбеге ет қалдырамыз ар жағында. Міндетті түрде үйтіп көріңіздер, ерінбей. Семіз қойды алсаңыздар, өте керемет болады. Видеоны толық қарап шығыңыздар. Себебі соңғы жағында қалай тұздау керек екені, тұз бен чеснокты қосып, қалай сіңдіру керек, соның бәрі көрсетілген. Сүбенің майын көрдіңіздер ме? Қандай керемет майлы, бүйрек майы тұтас. Бұл декабрьдің
19 күні сойылған мал. Қыстың өзіне қалай жақсы семіз болып түскен қойлар.